Қараша үйден қанша шығар. Ерте ертеде ешкі жүні бөртеде, қараша қамсыз болғанда қой бастайтын серкесі бар бір кедей өмір сүріпті. Қой дегенде қоңырайған 5-6 тоқтысы, жалғыз ай мезі ақсақ ешкісі болыпты. Қараша үйдің жар дегенде жалғыз сәруар деген сұлу қызы болыпты. Әкесі Тоқалақ байдың малын бағады, шешесі бие сауып саба-саба қымыз піседі. Әке шешесінің қолы ертелі кеш босамайды екен. Бай қатыгез әрең сараң болыпты. Бұлардың жыл бойғы табан ет маңдай терлерін бай тым арзан бағалап күзде өлгелі тұрған бір торпақты көзі қиып әзер береді екен. Ал сәруар болса 5-6 тоқты мен сыңар ешкіні қайырумен күн өткізеді. Тау бөктерінен сылдырай аққан бұлақ бойында орын тепкен бұлардың үйінде көп ешкім жолаушылап келеде қоймайтын. Бір күні көк серке тау таста секеңдеп жүріп мүйізін сындырып алады. Ешкінің мүйізі жып-жылтыр әдемі екен. Қыз кешке жақын әкесін айтып ешкінің мүйізінен сырнай жасатып алады. Енді оған ермек табылды. Сәруар ең алғашқы күй сарын таудан шапқылап түсіп сылдырай ағып жатқан бұлаққа, одан кейін жан-жануарларға арнайды. Бұл сәруардың күнде кеш етіп жүрген байқаған қарақшылар бір күні оның қойларын ұрлап кетеді. Қыз тау басында мұңайып жылап отырады. Сол кезде оны бұрыннан аңдып күйін тыңдап жүрген Қанзада қасына келіп, оның жағдайын сұрайды. Қыз болған жағдайды баяндап береді. Күй шығарамын деп қойдан айырылған өнерпаз қызға жігіт ғашық болып қалады. Хан баласы көп ойланып тұрмастан қыздың әкесінің батасын алып, қалың малын беріп, ата жолмен оған үйленіпті. Сәруардың әке шешесі содан бастап шық бермес байдың малын бақпайтын болады. Ал сәруар болса сәукеле киіп, сұлу қалыңдық болады. Ол күнде кешке хан сарайында отырып, жетіген, саз сырнайда ойнап, сан алуан күйлерін шығарып, хан мен халықтың рухани шөлін қандырыпты. Оның өнеріне, сұлулығына, кейде ханға да кеңес берер ақылына қарап, қараша үйден қанша шығады деген екен халық бір ауыздан.